Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді тіске басарлардың бірі картофелі драниктер дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Қаймақпен немесе майонезбен де сұнсаңыздар болады. Сол бойда аузыңызда еріп, желініп кететін болады. Сондықтан да менімен бірге болып жасап көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге екі картоп, және де бір пияз, бір жұмыртқа, және де ұн қажет болады. Ең алдымен картошкамызды жуып тазалап аламыз. Содан соң оны үккіштің үлкен көзінен өткізіп шығатын боламыз. Келесі кезекте жуамызды да осылай өткізіп алатын боламыз. Содан соң оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып шығатын боламыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз да, содан соң оның үстіне ұнымызды қосып, тағы да жақсылап шанышқының көмегімен араластыратын боламыз. Келесі кезекте дәміне қарай тұзымызды саламыз, содан соң оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте табамызды қыздырып аламыз, кішкене сұйық майымызды құямыз да, драниктерімізді осылай салып шығатын боламыз, яғни дөңгелек етіп формаға енгізіп салатын боламыз. Содан соң бетін жауып, піскенінше қойып қоятын боламыз. Неге біздің драниктеріміз пісті, енді оны екінші жағына аударып шығатын боламыз. Екінші беті бірінші бетіне қарағанда тез піседі, сондықтан да қарап қойыңыздар, күйіп кетпеуі қажет. Және де баяу отында тұруы қажет, баяу отта пісіретін боламыз. Енді оның бетін жауып, піскенінше қалдырып қоятын боламыз. Сонымен біздің драниктеріміз дайын болды. Сіздердің видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Және де картофельді драниктерді кетчуппен немесе майонезбен, қаймақпен де ұсынсаңыздар болады. Әрине ол өздеріңіздің қалауыңызша. Маған майонезбен жеген қатты ұнады, шынымды айтсам. Сіздермен болған Азиза, назарларыңызға рахмет. Каналыма жазыла кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыз.